Құрметті форум қатысушылары, қадірлі әріптестер, мен Тараз қаласы номері 26 Нұрай Бөбекжай бақшасының дене шынықтыру нұсқаушысы Партабекова Индира Қанатқызы. Еңбек өтілім 10 жыл, педагог сарапшымын. Педагог ретіндегі басты мақсатым балалардың денсаулығын нығайту, қозғалыс арқылы олардың жан-жақты дамуына жағдай жасау. Ұйымдастырылған іс-әрекеттер барысында заманауи әдіс-тәсілдер мен қазақтың ұлттық ойын элементтерін үйлестіре отырып қолданамын. Бұл балалардың қызығушылығын арттырып, физикалық белсенділігін дамытуға мүмкіндік береді. Балабақшада бестемші үйірмесі тұрақты жүргізіледі. 2024-2025 оқу жылында тәрбиеленушілеріміз қалалық және облыстық жарыстарда жүлделі орындарға ие болды. Сонымен қатар балабақшада садақ ату үйірмесі іске қосылды. Спорт залы қажетті құрал-жабдықтармен толықтай жабдықталды. Жаңа бастама аясында мергендер елі атты ұйымдастырған іс-әрекет өткізіліп, республикалық семинарда тәжірибемізбен бөлістік. Аталған жұмыстардың нәтижесінде мектепке дейінгі ұйымның үздік педагогі байқауына қатысып, қалалық, облыстық байқаулардан бас жүлде иеленіп, республикалық кезеңге жолдама алдық. Республикалық байқауда барлық кезеңнен сүрінбей өтіп, жүлделі бірінші орынды иелендім. Үздік педагог байқауында өз тәжірибемен бөлісе отырып, басқа да әріптестеріммен тәжірибе алмастым. Байқаудың әр педагогке берері өте көп. Сонымен қатар, өзіңді өзің бағалауға үлкен мүмкіндік береді. Бұл жетістік мектепке дейінгі білім беру саласындағы жүйелі еңбектің айқын көрінісі деп білемін. Баланың денсаулығы ел болашағының берік негізі. Осы бағыттағы еңбекті алдыңғы уақытта да табандылықпен жалғастырамын.